Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге ClassTime платформасы туралы айтатын боламын. ClassTime не үшін керек? ClassTime сауалнамалар жасауға арналған платформа. Оның көмегімен бүкіл сыныпты немесе әрбір оқушының үлгерімін бағалауға болады. Бұл платформа Kahoot-қа ұқсас, бірақ одан артықшылығы ClassTime платформасында көптеген сұрақтар түрлері тегін берілген. Және сонымен қатар сұрақтарға формулаларды қосуға өте қолайлы. Платформамен қалай жұмыс жасаймыз? Әрине, ең алдымен сізге тіркелу қажет. Ол үшін қазір бастау батырмасын басып, келесі терезеге өтеміз. Мұнда сізге Google, Microsoft, Facebook аккаунттарыңыз болса, сол аккаунттар арқылы тіркелуге болады. Егер болмаса, онда сіздің өзіңіздің жеке поштаңыз бен құпия сөзіңізді жазу арқылы тіркеле аласыз. Менің Google аккаунтым болғандықтан, мен сол аккаунт арқылы тіркелетін боламын. Тіркелгеннен кейін сіздер басты бетке өтесіздер. Басты бетте менің кітапханам деген терезе ашылады. Мұнда сіздердің жасаған жұмыстарыңыз толық сақталады. Сонымен қатар жоғарғы бөлікте іздеу батырмасы бар. Бұл жерде сіз басқа ұстаздардың жасаған жұмыстарын іздеп, өз сабақтарыңызда қолдана аласыздар. Тек қана сізге керекті пәнді жазып табуға болады. Бірақ бүгінгі біздің мақсатымыз әрине өзіміздің жұмысымызды жасау. Ол үшін жоғарғы оң жақ бөлігінде бізде көк батырман бар. Ол жаңа сұрақтар тобы деп аталады. Сол батырманы бассақ, бізге бүгінгі сабақ тақырыбын, яғни тест тапсырмалардың тақырыбын жазу керек болады. Мен сіздерге бүгінгі дайындап қойған тақырыбым ол қазақ тілге байланысты болғандықтан, мен соны жазып сақтаймын. Сіздерге жаңа терезе ашылады. Мұнда оң жақ бөлігінде жаңа сұрақ. Яғни соны басу арқылы біз сұрақтарды қоса аламыз. Ендеше басайық. Мұнда сіз өзіңіздің сұрағыңызды жазуыңыз керек болады. Және егер сұрағыңызды сіз сурет арқылы бере аласыз, немесе YouTube бейнеролик арқылы, және өзіңіздің даусыңызбен аудио жаза аласыз. Ал мұнда бізге сұрақтар түрлері көрсетілген. Қарап отырсаңыздар өте көп. Мысалға, бір жауабы дұрыс сұрақ, бірнеше жауабы бар сұрақтар, ақиқат жалған, немесе ашық сұрақ, орнын көрсету, сәйкестендіру, мәтін сұрағы, яғни бос орынға түсіп қалған сөздерді жазу деген, және сурет бойынша дұрыс жауапты белгілеу деген сұрақтар түрлері көрсетілген. Ендеше қазір мен сіздерге қазақ тілі бойынша дайындаған сұрақтарымды қойып, сұрақтар түрлерімен таныстырғым келеді. Бірінші сұрағымыз бізде заттың атын білдіретін сөз табы. Мұнда мен бір жауабы дұрыс сұрақ түрін таңдаймын, және мұнда жауаптарды жазатын боламын. Мысалға, етістік, зат есім және сан есім болсын. Және сіз дұрыс жауапты белгілеуді ұмытпаңыз. Тағы да жауап түрлерін қосам десеңіздер, плюс батырмасын басып қосам бересіздер. Сұрақты құрастыру батырмасын басып сақтаймыз. Міне біздің бірінші сұрағымыз шықты. Келесі тағы да екінші сұрақты қояйық. Екінші сұрақта бізде бірнеше жауабы дұрыс сұрақ түрі болсын. Мінекей таңдаймыз. Және мұнда түсініктеме беруді ұмытпаңыз. Яғни бірнеше жауапты таңдау керек. Деп түсініктеме беріп өтейік. Мысалға, не істеді, қандай деген сұрақ қойсақ. Тағы сұрақ түрін қосайық. Не қылды және кім болды. Дұрыс жауапты таңдаймыз. Мұнда сіздер тіпті өзінің балында көрсетесіздер. Мысалға, мұнда 2 балл. Себебі 2 жауап дұрыс болғандықтан 2 балды көрсетеміз де сақтаймыз. Келесі тағы үшінші сұрақты көрейік. Бұл сұрақтың жауабы ақиқат жалған болсын. Яғни сұрақты қоямыз да, мұнда сіздер сұрақ түрін таңдайсыздар. Ақиқат жалған. Бұл ақиқат, яғни бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы мүшелер. 1 балл сақтаймыз. Тағы келесі сұрақ түрін таңдайық. 4-ші сұрақ бізде төбе шашы тік тұрды. Сұрақты сөз тіркесі нені білдіреді? Сұрақты сөз тіркесі
нені білдіреді. Мұнда мен бір жауабы дұрысты таңдаймын. Бұл жерде көрсеткім келіп отқаны, сіздер жауапты сурет ретінде де қоя аласыздар. Мысалыға, мұнда ол қорқу таңдаймыз. Тағы да бір суретті қояйық, немесе қуану дейік. Дұрыс жауабы әрине қорқу, және оған бір балл береміз де сақтаймыз. Келесі тағы бір сұрақ түрін қосайық. Соңғы сұрақ болсын. Бұл сұрақ түрін ашық сұрақ ретінде қояйық, яғни оқушылар өздері жауабын жазу керек болады. Яғни текст деп қоямыз да сақтаймыз. Міне, біздің сұрақтарымыз дайын, 5 сұрақ. Енді сіздер бұл сұрақтарды бастау үшін начать новую сессию деп бастай аласыздар. Немесе мұнда алдын ала көруге болады, бірақ мына батырманы басқан кезде де сіздер оны көре аласыздар. Қабылдау. Қазір сіз егер симуляцияны қарауды басатын болсаңыз, оқушылардың қалай жауап беретінін көре аласыздар. Мұнда сіздерге бот оқушылардың жауаптарын көрсетеді. Сіздерге осылай шығатын болады. Ал егер оқушы қалай көреді десеңіздер, оны оң жақ батырманы басып, оқушының мысалға аты жөні шығады мұнда. Олар жазу керек, және қосылу батырмасын басады. Сіздерге қазір оқушылар қалай көретінін көрсетеді. Оқушылар осылай жауап береді. Мінеки сұрақтар бар. Міне суреттермен көрсетілген. Мұнда ашық сұрақ түрі бар. Көріп отырсаңыздар, өте ыңғайлы. Ал оқушылар қалай қосылады десеңіздер, мұнда міне қазір мен Айдана деп тіркелгеннен кейін менің аты жөнім шығып тұр, және мұнда менің жауаптарым шығады. Сол жауаптарды сіздер көре аласыздар. Мысалға, мен қазір мұнда жанып тұр деген жауап берейін да. Мұнда қазір менің жауабым шықты, қараңыз. Сізге қара деп тұр, өйткені бұл жерде сізде ашық сұрақ болғандықтан сіз жауапты қарап дұрыс бұрыстығын тексеруіңіз керек. Мысалы, жанып тұр, иә, бұл дұрыс. Және міне бір балл қосылды. Сол секілді қалған сұрақтарда да сізде бірден жауаптары шығып тұрады. Оқушылар қалай қосылады? Мұнда арнайы код арқылы, немесе QR код арқылы бірден қосыла алады, және олар жауап бере алады. Міне, өте оңай, өздеріңіздің сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Сәттілік, назарларыңызға рахмет.